қазіргі қоғамның ең үлкен проблемаларының бірі деп айтсақ болады. Себебі қазір мынау гендерлік саясат, гендерлік теңдік деп жатырмыз. Әйел азаматтардың да құқығын қорғау деген мәселелер бар. Жалпы егер отбасында гармония болатын болса, ешкім өзінің құқығын алға тартпаушы еді. Мысалы, әйел азамат өзінің ана ретіндегі отбасындағы функциясын атқаратын болса, ол менің құқым қайда деген сұрақ болмайды. Жалпы қазақ дәстүрлі отбасы институтында құқық деген нәрсе жүрмейді. Ол жерде құрмет деген нәрсе жүреді. Ол жерде сыйластық деген нәрсе жүреді. Ол жерде түсіністік деген нәрсе жүреді. Ал құқық деген нәрсені кіргізген кезде адамдар материалдық санамен өлшей бастайды соны қатынастарды. Сондықтан да біз осы нәрсені кіргізу арқылы белгілі бір деңгейде әкенің рухани салмағын мүмкін жеңілдетіп алған шығармыз. Екінші жағынан жігіттердің де өзінің мінезінде салмақтылық деген дүние, табандылық деген дүние, кез келген тірі жануарлардың ішінде еркек жыныстылардың бәрінде қамқорлық деген инстинкттері бар. Сол инстинктті де әсер етіп алған сияқтымыз. Өйткені неге? Сіз қамқорлыққа сезінген адамдар сізді қамқор ретінде сезінбеген кезде сіз оған автоматты түрде қамқор болудан бас тартуыңыз мүмкін. Бұл өз күнін өзі көреді. Өз айлығын өзі тауып жүр. Өз жанын өзі асырайды. Ондай болатын сіздің қамқорлығыңыз не керегі бар деген сияқты. Сондықтан да осындай бір жан жақтан, мына жақтан да бір жақты кінәлауға болмайды. Сондай нәрселер сол ер азаматтардың мінезі, табандылығы, бірбеткейлігі, былайша айтқан кезде отбасындағы қамқорлық характері әлсіреп арзандай бастаған кезде, отбасындағы қиыншылықтарға төтеп бере алмай, 2-3 бала дүниеге келген кезде, одан қашып құтылудың жолын іздеп кеткен кезде, әрине басқа инстинкттер ашылады. Баланың жек көруші, ер азаматтарды жек көруші инстинкт ашылады. Әйелдің ер азаматқа иек артпауға қатысты несі ашылады. Өз күнін өзі көруге қатысты батылдығы күшейеді. Соның нәтижесінде біз отбасындағы жаңағы территорияларды бір адамның мойнына жүктеп үйрете бастадық. Бұл тек қана әйел мәселесі емес, бұл тек қана ер мәселесі емес, жалғыз басты әкелер де бар. Баланың тәрбиесінен қашып кеткен аналар да бар. Бұндай нәрселер жалпы алған кезде қазіргі қоғамның дертіне айналып бара жатқан жағдай. Ал жалпы бұл мәселені реттеуге болады деп мен өзім ойлаймын. Ажырасу мәселесін реттеуге болады деп ойлаймын. Бала тәрбие мәселесін реттеуге болады деп ойлаймын. Жалпы алған кезде ол үшін дәстүрлі отбасылық институт деген дүниені қайтару, ер адамның мінезін қайтару, әйел адамның қылығын қайтару, баланың нәзіктігін қайтару деген нәрсе бар. Ол үшін өзіміз жаңағы ұлттық идеология деген дүниені мықтап қолға алуымыз керек. Әйтпесе біз Еуропаның болмаса басқа мемлекеттерге еліктеп кетеміз.